Я бірінші наурыз алғыс айту күнін тойлайды. Да, 1 марта все казахстанцы отмечают праздник благодарности. Алғыс айту күнінде адамдар бір-бірінің қарым-қатынастарын жақсарту үшін бір-біріне алғыс айтады, құрмет көрсетеді және тағы басқа. Я знаю, что он приручен к Дню образования Ассамблеи народов Казахстана, и он показывает тем самым сохранение национальной культуры, этносов в нашей стране. Менің ойымша, алғыс айту күнінің маңызы өте үлкен. Ең біріншіден ол бірнеше адамдардың бір-біріне деген қарым-қатынасын дамытады және болашақта конфликт және бір ұрыс керістен абай болуға көмектеседі. Мы в этот день культурно показываем, наверное, наследие всех этносов, которые проживают у нас. И День благодарности вообще это еще один повод, да, в этот день сказать благодарность не только народу, который проживает здесь, а сказать благодарность своей семье, сказать благодарность своим родителям.